Мен Дмитрий Иванович Менделеев атындағы номер 15 мектеп лицейінің 9-шы Б сынып оқушысы Оңғасын Денислам Нұрқасымұлы. Менің бағытым Қазақстанның жеті кереметі. Тақырыбым Сайрам ауданын 3D модель ұсыну. Мен жоба мақсаты Сайрам ауданын Қазақстан кереметтер қатарына енгізу. Ал енді жоба жайлы айтар болсақ, мен бұл жобаны толықтай SketchUp модельдеу программасында жасап шығардым. Себебі SketchUp программасы қазіргі таңның өзінде үлкен өзек, үлкен қарқын алуда. Оның ішінде түрлі объектілер, түрлі модельдер жасап шығаруға болады. Бұл бағдарлама сәулетшілер үшін, архитекторлар үшін, дизайнерлер үшін таптырмас құрал болмақ. Солай жоба жайлы айтар болсақ, Сайрамда барсаң сызбап деп тектен-тек айтылмаса керек. Себебі Сайрамда 80-нен 100-ден аса кесене болуы мүмкін. Оның санынан тіпті жергілікті тұрғындардың өзі шатасып жатады. Сол ақпаратты тексеру үшін бізде Сайрам ауданына аяқ тіреп қалдық. Сайрамға келген кез келген адам ең бірінші Ибрахим ата кесенесінен айналып өтпеуі тиіс. Себебі Ибрахим ата кесенесі Сайрамда екінші Мекке саналады екен. Ибрахим ата өз кезегінде Қожа Ахмет Яссауидің әкесі, ислам дінін таратуда маңызды шешуші рөл атқарған кісі болған екен. Жобада мен Ибрахим ата кесенесін толықтай өмірдегідей қылып жасап шығардым. Бұл жерге арнайы құралдар қостым, арнайы модельдер қостым, түрлі сәндік өнерлермен сәндеп шықтым. Және де айта кететін бір жайты, мен бұл жерге арнайы QR кодтарды да қостым. Осы бір QR кодтар арқылы сіздер сол бір кесене туралы қосымша мәліметтер біле аласыздар. Бұдан кейін Ибрахим ата кесенесінен кейін міндетті түрде Қараша Ана кесенесіне бару керек. Себебі Ибрахим ата мен Қараша Ана өз кезегінде ерлі-зайыпты болған екен. Сондықтан да Қараша Ана кесенесіне соғып өтуіміз қажет. Қараша Ана мен Ибрахим ата Қожа Ахмет Яссауидай ұлы тұлғаның әке анасы екен. Сондықтан да осы үш отбасы ислам дінін таратуда рөл ойнаған. Қараша Ана өз кезегінде түрлі емдік шөптермен емдейтін, түс жорғыштық қасиеті бар ерекше кісі болған екен. Міне, осы жобада да мен Ибрахим ата кесенесін қандай принциптермен жасап шығардым. Қараша Ана кесенесіне тура осылай жасап шығардым. Бұл жерге де сәндік өнерлер қостым, бұл жерге де 3D модельдер қосып шығардым. Тіпті бұл жерге де QR код қостым. Осы екі кесенеден бөлек мен 10-ға жуық тағы да кесенелер жасап шығардым. Олар Әбділәзіз баба, Мәлік ата, Мерген ата, Бота ата кесенелері. Осы кесенелердің өзіндік тарихи, өзіндік сипаты бар екен. Осы кесенелердің арқасында осы кесенелерге әр жыл сайын түрлі реконструкция жүріп отырады екен. Ал енді өзімнің идеяларым жайлы айтатын болсам, мен осы Сайрамға барғанда бір байқағаным, ол жерде мүлдем туристерге жағдай жасалмаған екен. Сондықтан да осы проблеманы анық шешу үшін мен Сайрамға өз жобамда арнайы қонақ үйде салып шығардым. Бұл қонақ үйді мен барынша тарихи дәстүрлі ою-өрнекпен сәндеп, түрлі модельдермен де сәндеп шығардым. Осы модельдер арқылы қонақ үйдің де іргетасы қаланды. Келесі кезекте мен Сайрам аренасын салдым. Осы Сайрам аренасы үлкен ипподром болмақ, себебі Сайрамда үлкен жазық дала көп екен. Осы Сайрамға барғанда мен барған үлкен бір проблеманың бірі осы. Жерді дұрыс пайдаланбай жатыр. Сондықтан да осы проблеманы орнату үшін мен Сайрам аренасын, ипподромын салуды жөн көрдім. Мына жердегі QR код арқылы сіздер сол арена туралы мәліметтер біле аласыздар. Оның аумағы қанша болатынын, адам сыйымдылығы қанша болатынын және тағы басқаларды. Сайрамға барғанымда жаңа айтып өткендей туристерге мүлдем жағдай жасалмаған. Сондықтан да мен бұны орнату үшін арнайы ақпаратты орталық құруды жөн көрдім. Бұл жерде туристер Сайрам туралы түрлі мәліметтер, түрлі мағлұматтар біле алады. Сондықтан да мен бұл жерге түрлі деректер қостым, түрлі видеолар қостым. Осы видеолар арқылы сіздер Сайрам туралы ақпарат біле аласыздар. Бұнымен қоса бұл ақпараттық орталықта болашақтағы ойым бойынша түрлі экспедициялар жасалып отырады. Себебі бірінші рет келген туристер ең бірінші қандай кесенеге бару керектігін білмеуі мүмкін. Сондықтан да бұл информационный центр адамдар үшін таптырмас жағдай болмақ, таптырмас орын болмақ. Осылай мен өз жобамды қорытындылай келе айтқым келгенім, мен Сайрам ауданын дамытқым және соның Сайрам ауданын жаңа көзқараста, жаңа өз қырынан көрсеткім келеді. Туристердің қызығушылығын арттырып, туристердің келуін де арттырғым келеді. Сондықтан да мен осы жобамды патенттеу арқылы бұл бастаманы өз қолыма алмақпын. Назарларыңызға рахмет.